Көке biz өзіңіз білесіз, сіздерді іздеп келіп отырмыз. Біз Жамбыл облысы Байзақ ауданы Кеңес ауылының өтемістеріміз ғой. Бізде сол 10 жылдан бұрын асып кетті. Оңғарбай ақын атындағы мешіт ашылғанда. Сонда жаңағы ақсақалдың бір сөзі есіме түсіп тұр көке. Сонда ол кісі айтты, осы жерде үлкен шайқас болған деді, ана кісі айтты. Сол кезде осы ауылға келіп, осы жерден не тігіп, жаңағыдай тамақ істеп, үй тігіп, сондай не жасақты деді. Мен қазір есіме түсіп отырмын жаңағыдай. Сонда осы жерде үлкен шайқас болыпты деп жаңағы қалмақтармен деп соқсының айтқан несі деп сөйтті ғой. Енді мына жақта келген кезде сонда үлкен кісілердің есінде мынау жаңа өздеріңіз білесіздер, мынау Шымкент, Ташкент Дулаттардың қаласы, Шымкент Дулаттардың қаласы, Әулиеата Дулаттардың қаласы, Қордай, ол жерде түгел жаныстар, білесіздер. Сосын мынау Талғар Дулаттардың қаласы, жаныстардың қаласы. Біз тұратын Кеңес ауылында жаңағы бұрын біз Құмбел Қарағым болып тұрғанбыз. Кейін біз келдік Кеңес деген бір ауылға. Ол жерде байырғы тұрғындар байыстар. Естулеріңіз бар ма? Байыс деп естулеріңіз оны жантудан тарайды. Өтеміс пен байыс. Соны біздің айтыр жаңағы сол кісілерменен ағайын болып тұрып жатырмыз ғой бір ауылда. Жаңағыда. Енді сонда бізде сол көрші ауыл бар бізде. Жазылған Төле би сол біздің көрші ауылда туылған. Бұрынғы ескі көне шежіреде. Сол жерде туылған себебі ол жерде, мына мен Ширатбек ағам біледі, жаңағы Төле биге жақын ағайындар әлі күнге дейін тұрады екен. Рулас көрші ауылда, Абай деген ауылда. Байыс сол төңіректе бір ауылда тұрады, қалған бәрі өтемістер болып тұрады. Өтеміс жаныс болып тұрады. Жаныс болғанда жаңағы Абайдағы сол мына Алтай айтып тұрған сияқты тура кімнің Төле биге жақындау, Төле бидің ұрпақтары. Өйткені жаңа Төле бимен аттас туысқас жаңағы Тыныбектің балалары дейді, Ақбердінің балалары дейді, Әлібектің балалары дейді. Әлібек жаңағы былайша айтқанда тура Төле биіңіз сол кісіден тарайды. Оларда да бір ол ауылда да бар шығар мүмкін емес пе? Біз өзіміз білмей жүрген шығармыз. Тұрған жерде өтеміс болыстығы болған көке. Біз болыстықты зерттеп жатырмыз. Бізде мынау жаңағы қазір Әулиеата Тараз қаласы бар ғой. Тараз қаласынан солтүстікке қарай созылған өтеміс болыстығы деген болған. Былай 40 километр, 50-60 километр, 50-60 километрге созылған. Одан кейін оның жанында Қарабақыр деген болыстық болған. Одан кейін былай шығысқа қарай Көшенүй деген болыстық болған. Ол жерде Бестеректердің болыстығы. Көшенүй болыстығы, Бестеректер деген болыстығы. Соны біз ана кітапқа өтеміс болыстығын түсіріп жатырмыз. Ал енді оны ана көбісі ойлайды ғой, жаңағы болыстық деген бір керемет деп. Ол емес, ол тарихта болыстық кезең өте бір қиын кезең. Орыстардың сондай қазақтардың арасына жік салған кезеңі ғой жаңағы. Бірақ онда да біз содан кейін біз соны болыстықты кітапқа сол өтеміс болыстығын енгізейік деп сол жаңағы сапарлап жүрміз. Сол өтеміс болыстығын естулеріңіз бар ма? Сіз арғы-аталарыңыз қаяқта болған деп. Сөйтіп бұның несі шықпай тұр ғой жаңағы қаяқтан келгенін. Сонда біз жаңағыдай кім айтқандай көшпенділікпен барлық жерде жүрген болып тұрмыз ғой жаңа. Бірақ осы жерде Ташкент, Шымкент, Әулиеата, Қордай, Талғар осы жерлер біздің жерлер. Biz енді архивіміз емеспіз ғой. Қазақтың архивіміз жоқ. Сөзден сөз шығып, соңырақ қорап кете бермеді. Біреу анандай, біреу бұзып айтатындар да бар. Түсінбесе де білмесе де шамалап соңға қарап жүреді. Ондайлар көп. Бізде жаңағы Төле биге шәкеміз қайырдан болған, осы жерде өмір сүрген рас. Жерде Жолан дегендер бар. Өзінің ұрпағы. Ол кім деген? Оны біз Тентек Жолан дейіз бұл жерде. Тентектер көп. Сөйтіп айтады дейді, Тентек Жолан. Ол баяғыда аталған Тентек Жоланда білген. Тәртіппен барым өзі тұтарып болған. Мен жаңағы айттым ғой, біз жаңағы осы жерде 5-6-7 ұрпақ. Бізде мысалы мен өз басымда 6 бар. Осы жерде тұратындар. Өзімен басында. Кейбір отырсыз ортаға? Ордық сиясың. Кейбір өлділерде 7 ұрпақ, кейбір 8 ұрпақ болып қалған.
Sonda жаңағы негізінен сынау жантуға дейін 12-13 ұрпақ. 14-15 ұрпақ болып қалады. Соның жарынан да мен қарайғаны осы жердің тұрағаға келген. Бірақ баласы келген. Жаңағы мысалы біздің әмсалатыдан көп қой басқалар. Мысалы біздің атамыздан да басқалар да сөйтіп жаңағы мыналар да сөйтіп мынау 12 атасының емес, 6 атасынан бері қарай бұлар да жаңағы солай. Сонда жаңағы бұл жерге бір бөлігі ғана бір-бірден келген болу керек деймін. Мен шамалап. Жаңағы төле би баламызды сығалап па, соған алып па, немесе басқа бір мақсатқа келіп мына жерде мәртебе деген бар. Өзі тарихқа Қазақстанның тарихында аты белгілі мәртебе деген. Сол бізде мақал бар, мәртебең биік болсын деген. Төбе мәртебеден жиын болады. Жиналады. Үш жерде ме мәртебе жоқ? Сол мәртебеде бүкіл Қазақстан халқы үлкен шешім шығарды. Дұрыс айтасыз, дұрыс. Үлкен шешім. Мына съезді қазақтардың съезді сол төбеде болған. Құрылтай деңіз. Құрылтай. Содан атанған оны. Мүмкін сол кезде келген шығар бір бар. Мүмкін. Жақындап келген. Оның бір әшейін жүре алмай. Енді ол мәртебе деген бұл жерде бірнеше төбе бар. Мәртебе деген мынау Сайрам Моғолстан қазір алып кеткен жерде. Оның жаңағы бұрын Советтің елінде қорғалатын еді, қорғаласа да жаңа өзбектің елі білмейді. Оның жаңағы қазып, экскаватормен қазып, машинамен қазып. Добрағы. Мәртебе ме? Иә, сөз тасты. Ешкім тоқтатпады ма? Иә, қоятын мәңгі. Сөйтіп жаңағы оны машинамен тасып, жаңағы тастың үстіне сеуіп, егін екпекші болған. Соның жаңағы әже қойып қожа болмағанда бәрін еңбекпен жүрген, сонда біреу айтып қалды. Ана мәртебені бұзып алды. Сонда біліп қалып, анам бір биліктегілер білгенде қарапайым қалып көріп жүрген күндері өтті. Сөйтіп біліп қалып оны тоқтатқан. Сөйтіп жарты қалды. Қазір. Сол жарым жарысы болса да, соны құрметтеп, ішіңе тигізіп қошап, сөзді барып білетін, барып мінезет қылатын орнетіп қойған сөзді. Қазақтың түпкі тарихының ортасы, центрінде. Мен ойлаймын, сол бір жаңылыспен қойылды. Өзім ойлаймын. Себебі 5-6 қойыл бар өшкен. Айлана. Балалар жоқ, видео түсіретін бала жоқ. Ортасында мені біздің ауылдан бір 2 километр жерде видео түсіретін нағыз үлкен төбе бар. 2 этаж. Видео 2 этажды кәдімгі. Былай қарасаң 2 көлем жағынан. Мен ойлаймын, сол болған осы біздің ауылда. Анағын жаңылысы біреулер келіп, тайуан бір 700-600 оның бір шатасы жүрген болуы мүмкін. Сонда жаңағы себебі ол ең үлкен төбе мынау болса қазір. Мысалы, осынан тұрған жер болса, жаңағы мәртебе мына жерде тұр. Үкімет төбе деген мына жерде тұр. Мына жерде жаңағы календар төбе дейміз, мына жерде тұр. Мына күлтөбе ме көке сонда? Күлтөбе ол. Ол қазір жоқ болып кетті. Күлтөбеде күнде жиын деген осы ма сонда? Ол емес, күлтөбеде күнде жиын деген. Бұл енді әшейін күл болып, жиын жаңағы осы төбенің біреуінде болу керек, мәртебе деген. Сөйтіп жаңағы бұл, ең үлкен болмаса, нартөбеде атап жүр қазір. Ең үлкен болмаса. Мына жағы ашық, төбе жаңағы ар жағы саңлақ өзен, оны сылау 10 километр, 20 километр көрді. Мына жаңағы не болмаса, осыған қарау беретінде төбе қойған болу керек. Мынау үлкен төбе осы мәртебе осы болу керек деймін. Бұлар мәртебені мынаны атап жүр қазір. Шептегісін. Себебі мынау көлемі жағында үлкен 2 этаж. 2 этажында мәнісі бар. Жаңағы бұлай Бәрі бақылауға болады сөйлейміз. бұлай төбе үлкен бір 6-7-8 метрмен биіктігі. Соның үшін үсті жайпепті, жайпенің үстіне тағы төбе салды. Соған қарап мен шабалап жаңағы осы мәртебе мынау емес, мынау жиналыстайтын деймін де. Сөйтсем жаңағы үлкендерге айтсам, ой, оған назар айтып кеттім, бейгі қойып кетті, енді ол бұзылмай, солай қалады деп дейді. Сөйтсе негізін ойлап қарасаң мынау. Себебі мына жағынан қарауылдап тұр. Мына жағынан ашық,
20-30 kilometr bari ko'radi, onun qaraudun qayet yok bo'ldi. O'zi sonday bu töbede endi Qozog'iston bo'yicha qurultay o'tkazish, so'ng ben masalalar kerak masalasi yo'lda kesib chiqishdi. O tarih meni bilmaymiz, tarixda solay yozilgan. Tarixni o'zim. So'lan ko'rsatdi, barib ko'rgan bu. Ulan o chatdagi tebe. Oda qorgan tebes bo'lgan o chatda. Aha. Endi buning javobi Ayta beriniz. bu yoqda 5 kilometr yerda Kurtepe degan joy. Aha. Bunlar yoqdan 5 kilometr yerda Artıga kalendar töbe degan joy. Aha. Mavzum naksı ötemiz. Sayram Avdanı ya. Sayram Avdanı. Ha, Şirket'e gidip dursun. Şirket'e gidip dursun. Mineki, mınav Aksakal aytıp dur. Mınav Nartöbe. Birak ana Kazak'ın Mertöbe degeni үлкен Төле би babamыздың жиын өткізген, құрылтай өткізген жері осы жерде ақсақалдар айтып тұр. Ал жаңағы Нартөбе негізі аты, иә? Бұнда қанша төбе бар? Мына бір төбе. Біреусі қанша қашықтық болды сонда? Өтеміс болып, ағайын болып, мен араласып жүрген кісілер біздің көршіміз деді ғой, Дүңгағын сол еді. Ертең ауылдақтан сұрайық көп адамнан. Сөрге барғанымызда Мінекей. Ал жүзе бір деп отырмын ғой көргенде. Мынау тәтем түсіп баратыр мінекей. Үлкен төбе. Ана ақсақалдар ана жақта тұр мінекей. Мынау Нартөбе, Мәртөбе. Осы төбе мінекей қышыне тауып алдым. Музейге. Біз Өтеміс ауылының маңындағы мынау Мәртөбе. Бұл үлкен тарихи орын болып табылады. Мәртөбе 1684-1718 жылдары Тәуке хан бастаған хандық кезінде осы жерде үлкен жиын болған бұл көбе. билер біріне Бас қосқан жиын болған үлкен сондай бір қазақ тарихында да бар жер ғой бұл. Қазақ тарихындағы маңызды жер. Мінекей, сон біз анау Өтеміс болыстығын, Жаныс тарихын зерттеп жүріп осы жерге келдік. Мына кісі Өтеміс ақсақал, мінекей, бұл кісі руы Өтеміс. Өзіңіздің атыңызды айтып қойыңыз. Махамбет ақсақал. Мінекей, осы кісі келіп ақсақалдар бізге көрсетіп жатыр. Мінекей, үлкен тарихи орын. Рахмет көпес. Ендері барысында соққан Асқаровты жұрт көремесе соттады. Ақылып шықты. Асанбай Асқаровты айтып отырсыз. Асанбай Асқаровты көремағандар өзіміздің адамдар ғой. Орыстар келмес. Не қан жоқ оның. Жігіттің жігіті ғой. Қазір енді қандай парк дейсің? Қандай парк қайтадан атын көтеріп Асқаровты. Соның дайындап берген нәрсесін кәріп күтемей жатыр олар. Алтай өткенде мен саған айттым ғой, Асқаров соғыс кезінде Иранда болған. Болған. Мына кісілер Өтеміс ауылының ақсақалдары, үлкен кісілер, осы кісілердің бастамасы бойынша біз жаңағы тарихи ақпараттар алып жатырмыз. Рахмет бұл кісілерге. Қарақтары болса бізде Жаныстың ұрпағымыз, Жаныстың ішінде Өтемістің ұрпағымыз. Biz onu Alemay hazır oldu. Endi barimizin tümümüz bir siz bize bazı gelişip arlaşıp durayık. Bazı gelişip etmesin jat bulasın degen var. Kırakların
осы жастарға айтарым, барып келіп, алыс беріс істеп тұрыңдар, келіп тұрыңдар, біз барып тұрайық. Әр Дұрыс. уақытта аман болыңдар, дендеріңіз сау болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Еш уақытта Құдайым жаманшылық, қиыншылығын көрсетпей, көргеніміз жақсылық болсын. Дұрыс. Жақсы көке. Көкелі аттарыңызды айтып қойыңыздар. Алыс болғанмен бар мал болмайтарымыз жақын болсын, араласып бір-бірімізді танысып, білісіп, келісіп жүрейік. Әр уақыт Жақсы. Бұл арнайы Шымкенттегі өтеміс ауылдағы өтелеріміз Жамбыл облысындағы өтеміс бауырларына, жаныстарға сәлем жолдап жатыр. Жақсы, рахмет сіздерге. Табысқан 62-ші жылғы табысқан екен. Аха. Бір-бірімен араласып, қатынасты бастаған 62-ші жыл. Өйткені менің есімде қалғаны бір келгенде жаңа үлкен кісілер жаңағы әңгіме айтып отырды ғой. Сол кезде айтты, мен ол кезде бойжетіп қалған едім. Сіздер келіп, біздің ауылға келіп, жаңағы бізбенен алғаш рет көрісіп әңгіме айтып жатқан кезде, сол кезде жаңадан туылған қыз, 40-нан енді шығарып жатырмыз деген қыз осы едім деп мені көрсетті. Сонда ол 62-ші жылғы едім. Сол кезде жаңа енді бастап бір-бірімен араласа бастаған кез сол 62-ші жыл болған. Сіз сонда Дунғановкада болдыңыз ба сонда? Дунғановкада болдым енді, ауыл ағайындармен сол жаққа барғам. Кімдер сонда негізі қазір ол жерде? Бұл жерде жаңа Рахымберді, Шеримовтар, анау Рахыманқұлдардың фамилиясын білмеймін. Рахымбердтердің фамилиясы Шеримовтар. Рахманқұлдың фамилиясын білмеймін мен. Абайда тұратындардың қайсы фамилиясы қандай? Олардың да фамилиясын білмеймін. Білесің, бір Тұрсыналы көкен дейді. Тұрсыналы деген естуі ғой, естуі бар сияқты. Кім болды? Не болды? Ол колхоздың жаңағы бір экономист ма бір қызметте істеді колхозда. Әйелі ертерек қайтып кетті. Ол кісі қазір бар жоғын білмеймін. Қай жылғы шамамен? Ол кісілер біздің көкемдер қатар. Неден болу керек шежіреде жаңағы. Шежіреде болу керек ол. Шежіреден тауып аламыз ғой, бірақ ауыл арасында үшін кішкене ауыл жақын ғой, соған айтып жатқаным ғой. Танимыз ба дегеніміз ғой.